көзден кеттіңіз мәңгі жырақтап. Сенбейсізді көп іздедік біз жылап. Кетіпсіз ғой бұл өмірден мәңгіге, о дүниені мекен қылып тұрақтап. Әке деген асқар тауың, орманың, әке деген жұбанышың қорғаның. О адамдар, бар кезінде әкені қадірлейік, өкініште болмағын. Бұл бейнефильм Жамбыл облысының тумасы ғұмырын ішкі істер органдарында қызметке арнаған. Абзал азамат, адал жар, біздің асқар тәуекеміз, немерелері мен жиендерінің ардақты атасы Болат Иманбайұлын еске алуға арналады. Әкеміз 2024 жылдың 29 маусымда дүниеден озды. Былтыр ғана 70 жылдық торқалы тойын тойлап едік. Биыл 71 жасқа толуына небәрі 5 ай қалғанда өмірден өтті. Әрине, пенде болғаннан кейін өзіңе жақын жанның тағы да өмір сүре тұрғанын қалайсың. Оның мейірімді жүзінен шашылған шуақтың сөнбегенін аңсайсың. Алайда жаратқанның әміріне қарсы келмек жоқ. Өмірдің заңы сондай. Адам дүниеге келеді, қызмет етіп, ұрпақ өсіріп, өз міндетін атқарып болған соң уақыты келгенде кетеді. Болат Иманбайұлы 1953 жылдың 1 қарашасында Жамбыл облысы Шу ауданы Белбасар ауылында ұстаздардың отбасында дүниеге келген. Әкесі Күншашев Иманбай мен анасы Ибраева Хабима нәрестенің есімін темірдің асылындай берік, мықты болсын деген ырыммен Болат деп қояды. Әкеміз арасында атына затына сай болып өсті. Бастауыш сыныпты Белбасарда оқып, одан кейін көрші Жаңажол ауылындағы Панфилов атындағы орта мектепте білім алып, 1970 жылы бітіріп шықты. Жастайынан үйдің тірлігіне араласып, ата-анасының қолғанаты болды. Ұлы Отан соғысына қатысып қайтқан әкесі Иманбай оған көп үміт артады. Бірде ол дүниеден озатынын сезгендей: балам, менің денсаулығым жоқ. Сені қайтсем де оқуға түсіруім керек. Сен қалған балаларды өзің сүйрейсің деген еді. Осыдан кейін Болат Иманбайұлы Қазақ мемлекеттік университетінің география факультеті, геоморфология бөліміне оқуға түсті. Бір 1978 жылы әкесі қайтыс болады. Ауылда өзінен кейінгі балалармен қалған анасына күш түсірмеу үшін стипендиядан айырылып қалмас үшін университетте барын салып жақсы оқыды. Кітапханашы болып істейтін анасының 80 сомдық айлығы отбасының барлық шығындарын жаба қоймайтын. Болат Иманбайұлы 4-ші курсты бітірер кезде Құдай қосқан жары Қазақ мемлекеттік университеті химия факультетінде оқитын Жасабаева Нұржамалға үйленді.
Жас отбасы Алматыда бірер жыл пәтер жалдап тұрады. Осыдан кейін әкесінің өсиеті бойынша тірек болу үшін ауылда 2 баламен қалған анасымен әжесінің жанына көшіп барады. Еркін диплом алу үшін 1 жыл мектепті істеу керек болғандықтан басында балаларды бокс спортына баулады. Бұдан кейін Шу қалалық ішкі істер басқармасының қылмыстық іздестіру бөліміне жұмысқа кірді. Қызметте жақсы нәтижелерге қол жеткізген жас маман 1980 жылы осы бөлімшенің бастығы болып тағайындалды. Көптеген қылмыстық істе ізін суытпай ашуды, жедел әрекет жасауды талап ететін бұл қызмет оңай емес еді. Оның үстіне Болат Иманбайұлы жұмысын ауылдан барып келіп істейтін. 1980 жылдары жалпы одақ деңгейінде республикамыздың басқа да қалаларында қылмыстың өршіп тұрған кезеңі болды. Шу қаласында да бандитизм бабы бойынша 12 эпизоды бар бір қылмыстық іс 3 ай көлемінде ашылмай жүреді. Жас болса тәжірибелі маман Болат Иманбайұлының арқасында бұл іске нүкте қойылды. Нәтижесінде қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы ішкі істер басқармасының жас офицеріне бір-ақ күннің ішінде 4 бөлмелі пәтер беріп, автокөлік алуға шешім шығарып береді. Осыдан соң Болат Иманбайұлы небәрі 29 жасында Қаратау қалалық ішкі істер бөлімі бастығының орынбасары. 30 жасында сол бөлімнің бастық қызметтерін атқарды. 1990 жылға дейін Қаратауда істеп, кейін Жуалы, Шу, Мойынқұм, Меркі аудандарында басшылық қызметтерді атқарды. Ал 2002 жылдан бастап Шу қалалық ішкі істер басқармасының бастығы болып, 2005 жылы полковник шенінде құрметті еңбек демалысына шықты. Қылмыспен күрес заңның орындалуын қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті сақтау жауапкершілігі мол жұмыс. Бұған қоса, тәуелсіздіктің алғашқы кезеңінде құқық қорғау жүйесі түрлі сын-қатермен бетпе-бет келді. Болат Иманбайұлы осындай кезде кәсіби біліктілігімен мол тәжірибесінің арқасында өзіне сеніп тапсырылған жұмысты адал атқарды. Жамбыл облысында жедел іздестіру қызметінің қалыптасуына өзіндік үлес қосты. Әкеміз әріптестері мен жерлестерінің есінде еңбекқор, қызметіне адал, нағыз азаматтық қасиеттерге ие әрі тұлға ретінде қалды. Болат Иманбайұлы әкесі ерте қайтыс болған соң, әулеттің үлкені ретінде өзінен кейінгі інілермен қарындасына қамқор болды. Олардың білім алуымен аяқтанып тұрып кетуіне аға ретінде қолдау жасап кетті. Әкеміз халқының игілігі үшін аянбай төртігі жүріп, өз отбасының ұйытқысы алтын діңгегі бола білді. Өмірлік жары анамыз Жасабаева Нұржамалмен өнегелі өмір сүріп бақыттың бағында бір шаңырақ астында тату тәтті 50 жыл өмір сүрді. Олар Ержан, Ерлан, Айнұр, Бауыржан есімді 4 баланы дүниеге келді. Екеуі балаларын ер жеткізіп, барлығына лайықты білім берді. Ауылдарын үйлендіріп, қызын қияға қондырып, құдалы жекжатты болды. Осы балалардан тараған 10 немересімен 2 шөбересінің қызығын көрді.
Асқар Таудай әкеміз дүниеден озса да артында өнегелі өмірімен өсиеті қалды. Ол салып кеткен сара жолды жалғайтын, өсиетін орындайтын ұрпағы қалды. Болат Иманбайұлының жарқын бейнесі барлығымыздың жүрегімізде. Алла тағала артында қалған ұрпақтарына ұзақ ғұмыр берсін. Жатқан жеріңіз жарық, топырағыңыз торқа болсын. Асқар Тау әке. Өмірдің көрген талай жол тарабын, әкеден кім аяйды қолда барын. Әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді ойлап толғанамын. Әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді ойлап толғанамын. Ыстық-ау кім-кімге де әке деген, суыққа шалындырмай мәпелеген. Өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Тағдырдың кеуде тосып жартасында, Біз үшін түскен майдан ортасына, алаңсыз алып сайран шалқып жүрміз. біз бүгін әкемердің арқасында. Алаңсыз алып сайран шалқып жүрміз. Біз бүгін әкемердің арқасында. Әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді ойлап толғанамын. келмедің ғой, келем деп кетіп едің.
сені еске алып өкінемін. Айтсам деген өзіне сырым қанша, көзіме бір көрінші өтінемін. Түсіме бүгін тағы кірші екен, кетпеші жанымда сәл жүрші екен. Басымнан сипап менің баяғыдай, шашымнан бір иіскеп күлші екен, күлші екен, жүрші екен. Қабырың сен іздеп неге келдім? Келе бергім, келеді келе бергім. Тілек айтты сен үшін апаларым, болмадың ау тойында немереңнің. Түсіме бүгін тағы кірші екен, кетпеші жанымда сәл жүрші екен. Басымнан сипап менің баяғыдай, шашымнан бір иіскеп күлші екен, күлші екен, жүрші екен. Түсіме бүгін тағы кірші екен, кетпеші жанымда сәл жүрші екен. Басымнан сипап менің баяғыдай, шашымнан бір иіскеп күлші екен, күлші екен. Düştüm bana karasın, yaşımı duydurmadım söyle. Ne sana canıma balayım, seni şimdi görmedim. Kolcuğum et. Ne sana canıma balayım. Аялап салтын дәстүрін, өзіңнен сірі астығым, өнеге білім үйреткен жан әке едің басқұрым. Бақытқа балап балғынын, бауырына тартқан барлығын, ұрпақ үшін өмірде арқалап өткен нар жүгін. Адалдық еді ұраның, тазалық еді тұмарың, артыңда қалған ұрпағың, сақтаған мәңгі тұрағын. Әулетің бүгін жиналып, бағыштады қатым Құранын.